Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз білім алушыларға қызмет көрсету орталығы ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық модулі. Бұл модульдің мақсаты білім алушыларға академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Платонов жүйесі арқылы өтініш беру және де өтінімнің орындалу процесін бақылауға негізделген. Бұл модульмен жұмыс жасау үшін жүйенің әкімшілік бөліміндегі модульдер лицензиясы бөлімінен өзімізге қажетті модульдің орнатылған тексереміз, яғни қажетті модуль білім алушыларға қызмет көрсету орталығы ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы. Модульдің орнатылған тексергеннен кейін келесі жүйе конфигурациясы бөлімінен құжаттар үлгілер бөлімін таңдаймыз. Нақтырақ айтқанда, өзімізге қажетті құжаттар, яғни білім алушыларға қызмет көрсету орталығының құжаттары үлгілері бөлімі. Бұл бөлімде бірнеше құжаттарды талап ететін қызметтер түрлері бөлімінен өзіміздің қызмет түрімізді таңдаймыз. Бұл бөлімде барлық академиялық ұтқырлық бойынша өтінімдердің түрлері қарастырылған. Өзімізге қажетті кез келген өтінім түрін таңдаймыз, және де бұл бөлімде өтінім түрлері қолданылады. Барлығында бізде қолданылады мәндері қарастырылған. Келесі бағдарлама, яғни ішкі ұтқырлық немесе сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламаларына арналғандығы туралы ақпаратты көруімізге болады. Келесі бағдарламаның атын таңдау арқылы төменгі бөлімде құжат үлгілерін 3 тілде жүктейміз. Келесі бұл модульмен жұмыс жасайтын қызметкердің рөлін таңдаймыз. Ол үшін жүйе конфигурациясы бөлімінен рөлдер редакторы бөліміне өтеміз. Келесі өзімізге қажетті рөлімізді таңдаймыз, және де бұл қызметкерлер үшін білім алушыларға қызмет көрсету модулі қосылу керек, және де редакциялау мәні көрсетіледі. Кеңейтілген баптаулар бөлімінде қандай қызмет түрін жасай алады, соған құқық береміз. Яғни баптаулар жасауына, келісімдер жасауына, өтінімдерге жауап беруге мүмкіндік береміз, және де қандай да бір қызметкерге білім алушының транскрипінде жеке оқу жоспарындағы білім алушыларға қызмет көрсету академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша берілген өтінімдерден жазбаларды өшіруге рұқсат берсек, осы ұяшықты белгілеп сақтаймыз. Осындай ретпен жүйенің әкімшілік бөлімінде модульдің баптаулары орындалады. Осымен білім алушыларға қызмет көрсету орталығы ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық модулінің әкімшілік бөлімінде жасалынатын баптауларға арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!